Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1-ші сынып әліппе 68-ші сабақ ү дыбысымен әрпін өтетін боламыз. ү дауысты жіңішке дыбыс. ү әрпін түймелерден жасап көрсетеміз. Қандай керемет болып шығады, балалар? Сол жақ парағымызда жасырынған сөз бар екен. Төбесінде ненің бейнеленгені көрсетілген. Соған қарап сөзді табайық. Балалар, суретте не бейнеленген? Кім табады екен? Сөзіміз 5 әріптен құралады. Жасырынған белгісіз сөзіміз күшік. Әдеттегідей балалар, бізге берілген сөздерді рет-ретімен оқып шығайық. Үш, күш, түн, күн, күз, жүз, үкі, үкімет. Жарайсыңдар балалар, тағы да бір қайтара оқып шығыңдар. Бізге қысқаша мәтін берілген. Дауыстап оқып шығайық, бірге оқиық. Атақты 3 кісі болған. Оның бірі әділ адам. Екіншісі тапқыр, шешен еді. Ал үшіншісі даналықпен ел басқарған. Бұлар кімдер деп ойлайсың? Балалар, қазақ халқына бұрыннан әйгілі, танымал 3 қазақтың биі болған. Олар Қазыбек би, Төле би және Әйтеке би. Қазақ халқының қалыптасуына, дамуына, өркендеп өсуіне осы 3 бидің үлесі орасан зор, балалар. Қазақ халқымыздың атақты 3 биін жатқа білейік. Келесі тапсырмамызға жұмбақ берілген екен. Бірге оқып жауабын тауып көрейік. Бір кітаптың парағы күнде азайып барады. Жауабы не нәрсе деп ойлайсыңдар, балалар? Жауабы күнтізбе. Дәптерімізге жазып аламыз. Балалар, келесі кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Каналымызға лайк басып тіркеліп кетіңдер.